Саламатсыздар білім алушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы реттелетін газды ортада жемістер мен көкөністерді сақтау. Сабақтың мақсаты жемістер мен көкөністерді жыл бойы адам ағзасына керекті дәруменнің жоғалтпай ұзақ уақытқа сақтап, халыққа үздіксіз қамтамасыз ету. Реттелетін газды орта жемістер мен көкөністерді сақтаудың ең прогрессивті түрі. Бұл әдісте ауаның температурасы және ылғалдылығымен қатар жаңа фактор қосылады. Ол құрамы өзгертілген атмосфера. Жай атмосферада оттегінің мөлшері 25%, көмірқышқыл газының мөлшері 0,3% сақтау бөлмесінің атмосферасындағы оттегінің мөлшері 3-5%-ға дейін азайтылады. Көмірқышқыл газының мөлшері 3-5%, кейбір кезде 10%-ға дейін көтеріледі. Бұл жағдайда жемістер мен көкөністердің ішіндегі тіршілік процестері бәсеңдеп, баяулап, олардың сақтау мерзімі ұзарып, шығын азаяды. Сапасы, тауарлық және тағамдық құндылығы толығымен сақталады. Газды ортаны қалыптастырудың екі әдісі бар: биологиялық және жасанды. Биологиялық әдістер өзгертілген газды ортаны құрудың ең жеңіл әдісі. Жемістер мен көкөністері полиэтилендік пленкадан дайындалған қаптарға салу. Қаптардың ішінде өнімнің тыныс алу арқылы көмірқышқыл газдың мөлшері көбейіп, оттегі азаяды. Полимерлі пленканың газ өткізу қасиеті оның қалыңдығына байланысты. Пленкадан дайындалған пакеттерде өнімді ұзақ уақыт сақтауға қолайлы атмосфера құралады, яғни көмірқышқыл 4-5%, оттек 10%-ға дейін барады. Жемістер мен көкөністерді жақсы сақталу үшін ең дұрысы ауаның керекті газды құрамын 2-3 күнде қалыптастыру. Бұған тек қана жасанды түрде құратын әдістермен жеткізуге болады. Керекті газды ортаны тез қалыптастыру үшін газогенераторлар пайдаланылады. Газогенераторларда пропан газын жағып, оған ауа құрамындағы оттегі түгелімен жұмсалу себебінен тек қана азот пен көмірқышқыл газынан тұратын ауа қалыптасады. Бұл ауа газ сіңіргіш заттар толтырылған скрубер арқылы өткізіліп, құрамындағы қосымша зиянды газдардан, артық көмірқышқыл газынан тазаланады. Реттелетін газды ортаны құру үшін газогенераторларды пайдаланудың да басқа жолдары бар. Ауаның өзінің құрамындағы газдарға бөлінетін мембраналық аппаратты қолдану, сұйық азотты пайдалану. Сұйық азот бөлмеге беріліп, бөлмедегі оттегін ығыстырып шығарады. Реттелген газды орта құралған бөлмелерінде күн сайын оттегінің, көмірқышқыл газының мөлшерін, ауаның температурасын, ылғалдылығын өлшеп тұру қажет. Оның құрамын лабораториялық газоөлшегіштермен, автоматикалық газоөлшегіштермен бақылаймыз. Реттелетін газды ортада алманы сақтау өте тиімді. Бейнежазба арқылы сіздерге қалай сақталатынын қысқаша түсіндіріп өтейін. Алманың сақтау ұзақ мерзімі 7-10 ай болғандықтан камераларға жоғары және бірнеше тауарлы сорттың орташа мөлшері мен пісіп жетілу жағынан келіскен жемістерді сақтауға салуымыз қажет. Бір камераны толтыру мерзімі 2-3 күннен аспауы тиіс. Реттелетін газды ортасы бар камераларды жеміспен толтырғаннан кейін салынған сорттарына байланысты температурасын қояды. Бақылайтын терезенің қарсаңына бақылау үлгілерін қондырады, яғни термометрлер мен психрометрларды орналастырамыз. Газды ортадан үлгі алу үшін керекті кірлермен тексеріледі. Есік ауа жіберілмейтіндей етіп жабылады. Сақтау кезінде температураны үнемі, ауаның салыстырма ылғалдылығын, жемістердің жағдайын бақылап отыру. Камераларда температураның салыстырма ылғалдылығы күніне 2 реттен өлшенеді. Яғни біздің әрбір сорттың жемістері үшін атмосфераға қоятын талаптары бар. Яғни апорт жемісін алатын болсақ, ол жемістер үшін көмірқышқыл газының шоғырлану 5-6%-дан аспауы керектігін еске сақтау қажет. Көмірқышқыл пайызы 9%-дан және одан да көбірек болатын болса, сырты бұзыла бастайды. Мысалға, көмірқышқыл газы 2-9-10%-ға дейін жемістердің көпшілік бөлігі қолайсыз күлгін түске еніп, аздап жұмсай бастайды. Атмосфераны 3-4 градус температурада ұзақ сақтауға болады. Бір түрдегі атмосферада көмірқышқыл газы 5%, оттегі 16%, яғни жемістерді ақпанның ортасына дейін сақтауға мүмкіндік аламыз. Егер де осы атмосфераны толығымен сақтасақ, алмамыздың тауарлық түрі де жақсы болады. Жаңа сабақты қорытындылай өту үшін осы бірнеше сұрақтарға жауап береміз және жауаптарыңызды классрумнан күтемін. Сіздерге тапсырмасын берейін. Реттелетін газды ортада жемістер мен көкөністерді сақтау тақырыбы бойынша сөз жұмбақ, криптограмма құрастыру, қосымша жаңа ақпарат қарастыру, презентация жасау.
үй тапсырмасы бойынша критериялық бағалау осы шкала бойынша жүргізіледі. Осыған назар аударуларыңызды сұраймын.